ол бірден істен шығады. Демек, аквалангке алмайым. Иә. Ал су жинағыштан сервис люгіне дейін қанша уақытта жүзіп баруға болады? 2 минутта. Су көлемінің өте көп екенін ескергеннің өзінде. Демді бар жоғы 2 минут ішке ала тұрса ше? Жаңа мәлімет қанша уақытта жүктеледі? Көп болса 1 минут кетеді. Демек, 3 минут жұмсаймыз ба? Қолыңнан келеді. Сендер физикалық жүктемені ескермей тұрсыңдар. Күш жұмсаған сайын оттегіні көбірек жоғалтасың. Ол жағынан қам жеме. Адамның жүрісін анықтау сараптамасынан өтем дегенше, Итан мәліметті жүктеп үлгереді. Қайткен күнде де жалғыз мүмкіндігіміз осы ғана. Қолдан келмейтін несі бар? Серіктік бақылау жүйесі 7 құрлықты бірдей қамтиды. Адамның ДНК мәліметін анықтайды. Бет әлпетті таниды, өздігінен ұшатын ұшақтан бақылайды. Бенжи мен Итанды олардан бұрын қалай табамыз? Менің оларды іздейтін ойым жоқ. Мен мына әйелді іздеп жүрмін. Нақтырақ айтсаң? Өзің қараш, не көріп тұрсың? Дұрыстап қара. Итанда мына адам туралы мәлімет жоқ. Ал мына әйелді таниды. Және сенеді. Екеуі қазір бірге жүрмесе, онда Итан соған бара жатыр. Әйелді тапсаң, Итанды да табасың. Айтшы, сурет арқылы адамды тануға бола ма? Қарапайым адам тани қоймас. Ал мен көзімді жұмып таныйым. Жарайсың. Тануға қанша уақыт кетеді? Таптым. Бейнекамералар оны Касабланка әуежайында түсіріп алып. Тыңшы анықталмады. Бұл қалай болғаны? Ойым іске аспады. Салам алейкум. Кешіріңіз. Дыбыстық белгі сөндірілді. Офлайн. Картаңыз істен шыққан. Бенжи, біз іштеміз. Кіруге рұқсат. Жақсы. Қайталайым. 3 минут уақытың бар. 2,5 минутта қауіпсіздік мәліметін өзгертесің. 30 секундта сервисті люктен шығасың. Есіңде болсын, оттегін үнемде. Қажет болмаса қимылдама. Мен лифтке кірдім. Мына су ағыны сені тура торусқа апарады. Қазір секіресің, сосын ағынды тоқтатам. Маңызды ескерту. 108 нөмірлі слоттағы мәлімет керек. Тағы бір маңызды ескерту. Мен жүрісті анықтау сараптамасына жеткенше үлгермесең, онда мен құрайым. Рахмет, Бенжи.
Не болды? Салқындату жүйесінде ақау бар сияқты.